Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Ютубтағы оқырмандарым, сіздерге қолым жетпей кетті. Соңғы кезде жеке сабақтармен және де топпен осындай өткізіп, бұрынғы сабақтарыңыз таппай қалдық, сізді қарап жүретін едім деп олардың мен жауып қойдым. Себебі бірінші түсіргендерім өзіме онша ұнамай, закрытый доступ жасап қойдым. Ал кейінгі түсірген дұрыс сабақтарымды тек ақылы етіп жасадым. Әлі де бар, по-моему, бірінші түсірген сабақтарым ашық тұр ғой деймін. Сосын осылай асықпастан әдейілеп салып көрсетіп жатырмын. Көріп үлгергендер үлгерді, үлгермегендерге жабық каналға қоятын боламын. Әлі де қанша айтып жатсам да дұрыс болмай жатыр. Негізі ол қалыпты, бірден үйреніп кету мүмкін емес. Мына жерде мысалға мысалы сіз нейролиния деген өлі сызықтар, қайталана беретін сызықтар салмаймыз деп қайта-қайта көрсеткен негізінде. Сосын байқасаңыздар, округлениеде түйіншек жасап, төртбұрыштап, оны домалақтап белгілемейміз. Мысалға, былай сызып келе жатамыз да, сол бұрыштан өткізіп жібереміз. Асықпастан, мысалы білмеймін, сіздерге қалай қиын, маған қазір оп-оңай болғаннан ба, оңай жасаймын. Жаңағы шатпақ, бұрыш-бұрыштар, тікенектер қалмау керек. Ештеңе етпейді. Мысалға бір суретті қарап та разбор жасауға болады, кімнің қандай түп санасын не айтып жатқанын. Көбісіне жеке разборда айтсам, дұрыс айтасыз, қайдан білдіңіз деп жатыр. Ол сіздің жұмысыңыздан, бұл жай ғана ойыншық емес, психологиялық сурет. Сіздің миыңызда, түп санаңызда не болып жатқанын осы суретпен де білуге болады. Сол үшін жаңағы кез келген проблема, қиындықтарыңыз қандай да жағдай болса, осы нейрографиканың көмегімен түзетуге болады, проработка жасап өзіңізбен. Әлі де сене алмай, әлі де дұрыс түсіне алмай жатқандар бар екен. Алдағы уақытта может қолым тиіп жатса, кішкене сіздерге де ыңғайлы етіп жасауы мүмкін. Болмаса жеке ғана үйретемін. Қазірге доступ ашық кезде салып, ерінбестен көріп алыңыздар. Осы жаңа алдыңғы видеомда тыңдап отырған музыкам авторский право шығып, дұрыс емес деп қайтадан салғалы жатырмын озвучкамен. Сабақ түсіруде кім білім жолында жүрсе біледі. Түсіруде, оны монтаждап, оны дұрыстап, оны салу, барлығы еңбек негізінде. Сіздерге оп-оңай заттық сияқты көрінгенмен, лайк басып, хотя пікір білдіріп кетсеңіздер қуанамын. Сол, тағы не айтсам екен, жеке сұрақтарыңыз болса, менде Instagram канал бар. Осы YouTube каналда комментарийға жазыңыз, жекеме шығыңыз. Уақытым болып жатса, барлығына жауап беруге тырысамын. Сол, өстіп асықпастан отырып, негізі мағынасын, мәнін түсініп алсаңыз, бұл өте керемет жұмыс. Жаңа өзіңізге таптырмаш жұмыс деп айтатын едім. Қайда барсаңыз да, қайда оқысаңыз да, басыңызда қандай проблема болса да, сіздің басыңызда, ішіңізде болып жатқан жағдайда ешкім өзіңіз қаламасаңыз, өзіңіз әрекет жасамасаңыз, өзіңізге жауапкершілік алмасаңыз, сіз үшін ешкім жасап бермейді, сіз үшін ешкім түсінбейді. Сол үшін өз өміріңіздің авторы өзіңіз екенін мойындаңыз. Мүмкін сіз көптен бері ізденіп жүрсіз, мүмкін өзіңізбен мүлде жұмыс жасауға уақытыңыз болмай жатыр. Жұмыстағы адам шығарсыз, бірақ дегенмен де
бәрібір де кез келген адамды, кез келген әсіресе әйел заты өте сезімтал, сізді ойландырмай қоймайды деп ойлаймын. Не үшін олай, не үшін бұлай деген сұрақтар, сезімдер. Сол үшін әйел адам әсіресе біздің қоғамда ерлердің рөліне көп кіріп кеткен, жаңағы өз рөлінен, өзінің орнынан кішкене шатасып кетті. Сол үшін сабырлыққа келу үшін де таптырмас керемет жұмыс деп айтатын едім. Миыңыз қарсыласып жатса ештеңе етпейді. Мүмкін сіз әлі дайын емес шығарсыз, мүмкін үйрене алмай жатырсыз. Кім дайын, сол кісілер ғана жұмыс жасай алады деп ойлаймын.